Қарағанды облысының білім басқармасы болашаққа жолдама форумы аясында оқушыларды жеке қоғамдық және еңбек нарығының қажеттіліктерін қанағаттандыратын кәсіби білімді таңдауға дайындау мақсатында жүргізіліп жатқан жұмыстарымен таныстырамыз. Ерте кәсіптік бағдарлау жүйесін әзірлеуді жүргізуде 7-11 сынып оқушыларымен келесі міндеттерді басшылыққа аламыз. Оқушылардың кәсіби бағдар беру қызметімен байланысты үздік жұмыс тәжірибесін көрсету, болашақ мамандықтары бойынша ақпараттық алаң құру. Оқушылардың кәсіби өзін-өзі анықтауына, баланың қабілеттері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, өз бетінше және саналы мамандық таңдауын қалыптастыруға ықпал ету. Болашаққа бағдар форум аясында атқарылатын жұмыстар: педагогикалық идеялар көрмесі, жаңа мамандықтар атласы, мектептердің кәсіби бағдар беру бейнероликтері, арманы асқақ оқушы бизнес жоспары, воркшоп робототехника, видеомонтаж, 3D модельдеу, арт-граффити бағыттары бойынша оқушыларға арналған курстар, оқушылар мен студенттер арасындағы кәсіптік бағдар беру.